Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін 168-ші сабақта біз алған білімімізді қорытындылаймыз. Бірінші тапсырмада суреттерге қара, қандай графиктер туралы айтылып тұр дейді. Графиктерге қарайық, бұл жерде температураны және сағат астында жазылған екен. Бұл ауа райын бақылайтын графиктер көрсетіліпті. Енді А нұсқасын оқып көрейік. Температура 0 градустан бастап бір қалыпты көтерілді дейді. Астындағы графиктерге қарасақ, бірінші график А нұсқасына сай болады екен, өйткені ол 0-ден бір қалыпты көтеріліп жоғары кетіп баратыр температура. Енді А нұсқасын оқиық. Температура 20 градустан 0 градусқа дейін төмендеді дейді. Керісінше төмендеді дейді. Екінші нұсқа график келмейді. Үшінші график сай келіп тұр. Үшінші графикте 20 градустан ол төмендеп тұр. Енді Б нұсқасын көрейік. Температура 0 градусты ұстап тұрып, кенет көтерілді. Бұл жерде екінші график қана қалды. Яғни Б нұсқасы екінші графикке сай болады. Екінші тапсырмада өрнектер қор және олардың мәндерін тап дейді. 168.764 пен 37 сандарының бөліндісін 3 есе арттыр дейді. Жақшаның ішінде 168.764 37-ге бөлсек 4562 шығады екен. Оны 3-ке көбейтсек 13686 шығады. Ә нұсқасында 277.159 мен 47 сандарының бөліндісін, яғни бөлеміз, 17.115 пен 815 сандарының бөліндісіне кеміт дейді. 17.115-ті 815-ке бөлеміз, сонда 21 шығады екен. Енді 277.159-ды 47-ге бөлгенде 5897 шықты ғой. Содан 21-ді алсақ 587 болады екен. Енді Б нұсқасында 258 мыңнан 21.125 пен 65 сандарының бөліндісін кеміт дейді. Яғни 21.124 65-ке бөлсек 325 шығады. Соны 258 мыңнан аламыз. Сонда 257.675 шығады. Үшінші тапсырмада сызба бойынша есептер құрастыр және шығар дейді. Бізге сызба беріліп тұр. Біз мынандай есеп құрастырсақ болады. Екі жеңіл көлік, біреуінің жылдамдығы 90 км/сағат, екіншісінің жылдамдығы 70 км/сағат. Екеуінің арасы 220 км. Аралары, енді біраз уақыт өткеннен кейін екеуі екінші мәшине бірінші мәшинені қанша уақыттан кейін қуып жетеді. Екеуі бірдей баратын жерлеріне қай уақытта жетеді, сондай шығарсақ болады. Ол үшін біріншісінің жылдамдығын жазамыз, екіншісінің жылдамдығын жазамыз. Арақашықтар белгілі, 220 км аралары. Енді қай уақытта олар кездеседі? Ол үшін біз білеміз, формуланы Т тең S бөлінген V1 алу V2. Енді S-тің орнына 220-ны қоямыз, бөлу 90 км-ден 70 км-ді алсақ 20 болады. 220-ны 20-ға бөлсек 11 болады. 11 сағат. Жауабы олар 11 сағаттан кейін кездеседі. Ә нұсқасында осында екі мәшине, біреуінікі 70 км/сағат, біреуінікі 90 км/сағат, арақашықтары 220 км. Енді 3 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қанша километр болады? Өйткені біреу озып бара жатыр ғой 90 км-мен жүргеннен кейін. Оны қалай шығарамыз? Барлығын бергенін жазып аламыз, Енді алғашқы арақашықтығы 220 км ғой. Енді біз жүріп өткен арақашықтығын табамыз. Ол үшін S тең V1 алу V2 көбейтілген уақытқа, 90-нан 70-ді аламыз, 20 болады. Оны 3 сағатқа көбейтеміз, сонда 60 км болады. Енді алғашқы арақашықтық 220-ға осы 60 км қосамыз, сонда 280 км болады. Жауабы олардың 3 сағаттан кейінгі арақашықтығы 280 км-ге тең болады. Төртінші тапсырмада қос теңсіздіктерді шеш, сан сәулесінде шешімдер жиынын көрсетеді. Біз сан сәулесінде шешімдер жиынын көрсетуді білеміз, сызуды. Міне осылай сызамыз. Бізге берілгені x 7-ден үлкен, 12-ден кіші екен. Егер теңсіздіктер ретінде жазатын болсақ, 7 x-тан кіші, ал 12 x-тан үлкен деп жеке жазамыз. Ал екінші сандар жиыны x 5-тен үлкен, 9-дан кіші деп жазамыз. Бұны теңсіздік ретінде жазатын болсақ, x 5-тен үлкен және x 9-дан кіші. Бесінші тапсырмада дәмханада бірдей мөлшерде тәтті нан мен
кофе сатылды. Тәтті нан 40 теңге, кофе 50 теңге тұрады. Барлық сатылған кофе мен тәтті нанның 1800 теңге түсті. Тәтті нан мен кофенің әрқайсынан қанша теңге түсті дейді. Тәтті нан 40 теңге болса, кофе 50 теңге болса, оларға қанша теңге кеткенін қалай білеміз? Барлығына 1800 теңге кетті. Яғни 1800-ді бөлеміз, 50 қосу 40-қа, сонда 1800-ді 90-ға бөлеміз, сонда 20 шығады. Енді 40-ты 20-ға көбейтейік, сонда 800 шығады. Ал 50-ді 20-ға көбейтсек 1000 шығады. Сонда жауабы тәтті наннан 800 теңге, кофеден 1000 теңге ақша түсті дейді. Енді әд нұсқасын қарайық. Дүкенде 75 кітап пен 542 дәптер сатылды. Дүкенге 51724 теңге түсті. Егер бір кітап 47 теңге тұратын болса, кітаптың бағасы қанша дейді. Сатылғанын барлығын берілгенін жазып аламыз. Енді шығару үшін 542 дәптерді 47 теңгеге көбейтеміз. 47 теңге тұрады деп тұр ғой. Сонда 25474 теңге дәптердің ғана бағасы екен. Енді белгілісі 51724-тен 25474-ті аламыз. Сонда 26250 шығады. Енді кітапқа қалғаны 26250 ғой, соны кітаптың санына бөлеміз 75 кітапқа. Сонда 350 теңге шығады. Жауабы кітаптың бағасы 350 теңге. 6-шы тапсырмада бізге сурет берілген, сол суретті айнадан қалай көрінетінін дәптеріңе сызып көрсетті дейді. Тура осыны айнадан бізге қалай көрінеді? Міне мысалы мынандай қылып мен сыздым, осылай қылып сызып алсаңдар болады. 7-ші тапсырмада өрнектердің мәнін тап дейді. 8900-ді қосамыз, 300 бөлу 3 алу 500-ге. Алдымен бөлуді орындаймыз, 100 шығады. Оны 8900-ге қосамыз, 9000 болады. Енді одан 500 аламыз, 8500 болады. 12000 алу 400 бөлу 5 қосу 6200 дейді. Бірінші бөлуді орындаймыз. Одан кейін 1200-ден аламыз, оған 6200-ді қосамыз. Одан кейін 23957-ні 2-ге көбейту, қосу 7020 алу 4679 дейді. Алдымен көбейтуді орындаймыз, оған қосамыз 70.000-ді, одан 4679-ды аламыз. Одан кейін 10.000 алу, жақшаның ішінде 8500 қосу 1500 бөлу 5 дейді. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз, одан кейін оны 5-ке бөлеміз, бөлу орындалады, одан кейін барып оны 10.000-нан аламыз, сонда 8000 шығады екен. Енді 8000 қосу 8360 қосу 360 бөлу 4 дейді. Бұл жерде бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін бөлу, одан кейін оны 8000-ға қосамыз. Ең соңғысы 15228 бөлу 27 көбейту 40, алу 8480 бөлу 265 дейді. Алдымен 15228 27-ге бөлеміз, 564 болады. 564-ті 40-қа көбейтеміз, 22560 болады. Енді 8480-нен аламыз 265-ті, сонда 32 болады. Енді 22560-тан аламыз 32. Сонда 22528 болады. Енді 8-ші есептер бойынша өрнек құрды. 2 велосипедші бір уақытта туристік базадан бір-біріне қарама-қарсы 2 бағытта шықты. Біреуінің жылдамдығы 24 км/сағат, екіншісі 26 км/сағат. 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-біріне қандай арақашықтықта болады дейді. Екеуінің арақашықтығын табамыз. Өйткені екеуінің жылдамдықтары әртүрлі, уақыттары белгілі. Біз білетін формула S тең V1 қосу V2 көбейту Т. 24-ке 26-ны қосамыз 50, 50-ді 3-ке көбейтеміз 150 км. Яғни жауабы 3 сағаттан кейін велосаяхатшылар бір-бірінен 150 км арақашықтықта болады. Енді Ә вариантында арақашықтығы 840 км болатын екі қаладан бір уақытта бір-біріне қарама-қарсы бағытта тауар таситын және жолаушылар таситын пойыз шықты. Тауар таситын пойыздың жылдамдығы 48 км/сағатына, ал жолаушылар пойызынікі 92 км/сағатына. Пойыздар қанша сағаттан кейін кездеседі дейді. Бұл жерде де V1, V2 белгілі, арақашықтығы белгілі 840, енді уақытын табамыз. Формулаға қойсақ, Т тең 840 бөлу 48-ге 92-ні қосамыз, 140 болады. 840-ті 140-қа бөлсек 6 сағат болады. Жауабы пойыздар 6 сағаттан кейін кездеседі. 9-шы тапсырманы орында дейді. 2 санның қосындысы 185-ке тең, олардың біреуі 0-мен аяқталады. Егер 0-ды сызсаң, онда екінші сан шығады. Осы санды жаз дейді. Біз мысалы 2 таңбалы санды x, y деп жазып алайық, 3 таңбалы санды x, y, 0 деп жазайық, тең болады 385-ке. Балалар, бұл жердегі x көбейту y, бұл 2 санның көбейтіндісі емес, бұл біз табайық деп тұрған сандар, 2 таңбалы сан. Енді біз бұны қалай жазамыз? Біз бұны разрядтық қосылғыштардың қосындысы ретінде жазайық. Ол қалай? Мысалы, егерде 12 санын жазатын болсақ, онда 10 көбейтілген 1 қосу 2 болады.
немесе 56 болса 10 көбейтілген 5 қосу 6 болады, иә? Разрядты қосылғыштардың қосындысы ретінде жазамыз. Сонда 10x қосу y болады, қосу 100x қосу 10y болады, иә? Тең 385. Енді осыдан 10x-ке 100x-ті қосамыз, 110x қосу y-ке 10y-ті қосамыз, 11y болады. Тең 385 болады. Енді осы жерден 11 көбейту 10x қосу y деп жазсақ болады, иә? Өйткені 110 деп тұр ғой, иә? 11 көбейту 10 110 болады, иә? Тең 385. Енді 10x қосу y тең белгілі 11-ді 385-ке бөліп теңдеудің мына жағына шығарып аламыз. Сонда 385-ті 11-ге бөлсек 35 болады екен. x, y, екі таңбалы санымыз 35 болады екен. Ал екі таңбалы санымыз 350 болады, иә? 0-ды қоямыз ғой. Енді 35-ке 350-ді қоссақ 385, иә? Яғни дұрыс, иә? Сонда екі таңбалы санымыз 35, үш таңбалы санымыз 350 екен. 10-шы тапсырмада симметриялы фигураларды толықтырып сыз дейді. Біз симметрияны қалай сызуды білеміз, иә? Ең алдымен мына шаршыны толықтырып сызамыз, одан кейін шыршаны толықтырып сызып аламыз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.